Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық тағамдары мен денсаулықты нығайту. Және бұл подкастты сіздерге жүргізетін Елдар және Арсен. Жалпы бүгінгі біздің жоспарымыз ең бастысы кіріспе, яғни қазақтың ұлттық тағамдары жайлы түсіндіру. Келесі бізде ет тағамдары, сүт өнімдері, сосын сорпалар жайлы сөз қозғау, және ең соңғы болып көмірсуға бай тағамдар жайлы талқылайтын боламыз. Жалпы қазақтың ұлттық тағамдары дәмді ғана болып келмейді, сонымен қатар денсаулыққа пайдалы, таптырмас ас болып табылады. Ас адамның арқауы демекші, байырдан келе жатқан қазақтың тағамдары, ұлттық тағамдары көшпелі өмір салтымен тығыз байланысты болғандықтан көпке жететін және денсаулыққа өте пайдалы болып табылады. Және де біздің ұлттық тағамдарымызға, яғни ет тағамдары, сүт өнімдері, әртүрлі сорпалар кіреді. Және бұның бәрі әрине біздің қазақ халқымыздың байырдан келе жатқан көшпенді өмір салтымен тығыз байланысты. Және де ең бірінші болып сіздерге ет тағамдары жайлы айта кететін болса, жалпы ет тағамдарына бешбармақ, қуырдақ, және де сірне, және одан басқа әртүрлі тағамдар жатады. Және де етте темір, ақуыз және В витаминдері өте көп мөлшерде болғандықтан біздің бұлшықеттерімізді нығайтып қана қоймай, қан аздығын алдын алады. Бұны бізге ғалым Алмаз Шарма өзінің мақаласында айтқан болатын. Яғни әрине ол кісінің сөзінің жаны бар, өйткені жылқы және қой етінде В витаминдері өте көп мөлшерде болғандықтан біздің әртүрлі дерттерімізден айықтырып, оған қоса иммунитетімізді нығайтады. Ал еттің құрамындағы темір болса, анемия атты аурудың алдын алады. Енді ең келесісі болып, сүт өнімдері туралы айтатын болсақ, сүт өнімдеріне әртүрлі өнімдер жатады. Яғни бұл сиыр сүтінен, жылқы сүтінен алынған тағамдар. Және де ең бастысы ол бізде қымыз, және де сиыр сүтінен алынатын құрт, ірімшік, және де тағы да басқа өнімдерді айта кетсек болады. Жалпы сүт өнімдері пробиотиктер мен кальцийға бай. Яғни қазақ атамыз баяғыда айтып кеткендей, сүтпен кірген сүйекке кетеді дейді. Яғни қазақ атамыз баяғы заманнан сүт өнімдерінің сүйек үшін пайдалы екенін білген болатын. Енді сөз кезегін әріптесім Елдарға берсем. Бәріне сәлем. Арсен, сөз бергеніңіз үшін рахмет. Ал енді мен пайдалы дәстүрлік тағамдардың қатарын сорпалар туралы ақпарат беріп толықтырайын. Ет етке, сорпа бетке деп біздің ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Тура ет сияқты сорпалар да біздің ағзамызға пайдалы әсерін тигізеді. Мысалы, наурыз көже, құрт көже, немесе ет пен басқа көкөністердің үйлесімі сақталған сорпалар біздің денемізге коллаген, әртүрлі минералдар мен дәрумендерді әкеліп ағзамызды нығайтады. Ол біздің ас қорыту жүйесіне, иммунитетке өте пайдалы болып табылады. Осылайша қазақтың сорпалары тек дәмді тағам ғана емес, денсаулық пен күш-қуаттың берік қайнар көзі болып табылады. Ал енді нан туралы айтатын болсақ, ол біздің дәстүріміздің жүрегі. Ол тек күнделікті тағам ғана емес, отбасылық жылулық пен бірліктің символы. Әкелер мен әжелерден аман қалған даналық бойынша нанды әрдайым құрметпен, ерекше көңілмен пісіріп, дастарханға қою бұл өмірге деген алғысымыздың белгісі. Дене тұрғысынан қарағанда, нан энергияның негізгі көзі. Ол күнделікті белсенділігіміз үшін қажетті көмірсулар мен талшықтарға бай. Шамадан тыс өңделмеген, дәстүрлі әдістермен пісірілген нан ас қорыту жүйесіне оң әсерін етеді.
иммунитетті нығайтады және организмге қажетті дәрумендер мен минералдарды жеткізеді. Қазақ халқының ас үйінде нанның орны ерекше. Ол әрбір дастарханды толықтырып, күнделікті өмірдің барлық қиындықтарын жеңуге көмектеседі. Қазақ асханасының байлығына ет, сүт өнімдері, дәмді сорпалар мен жаңа піскен нанға рахмет. Бұл тағамдар біздің ата-бабаларымызға күш-қуат беріп, мықты батырларға айналуына септігін тигізді. Олардың арқасында батырларымыздың елді қорғап, ұрпақтан ұрпаққа батырлық пен қайраттың рухын сақтап қалды. Бүгін де осы тағамдардың берер күшіне сенеміз. Себебі болашақ батырларымыз елімізді өркендету үшін әрдайым дайын. Назарларыңызға рахмет. Бұл біздің әдебиеттер тізімі.